Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? 2G Easy курсы жалғасады. Бүгінгі сабақта мен сіздерге 12 отведениедегі 2G-нің тізшелерінің өзгерісін және қалай пайда болатынын айтып беретін боламын. Достар, біз қызыл, сары, жасыл, қара, одан кейін 6 электродтарды дұрыс орналастырғаннан кейін біз 12 отведениені шығарып аламыз. 3 стандартты, 3 күшейтілген, 6 кеуделік деп бөлінеді екен. Енді Эйнховен үшбұрышына көшейік. Эйнховен үшбұрышы дегеніміз қызыл, сары, жасыл осы датчиктарды бір-біріне қосқан кезде Эйнховен үшбұрышы пайда болады. Осыны біз Эйнховен үшбұрышы деп атаймыз. Оның мәні неде? Бұның мәні қазір сіздерге түсіндіріп беремін. Енді тура Эйнховен үшбұрышының тура ортасына жүректің суретін саламыз. Одан кейін үстіне 1, жанына 2, сол жағына 3 деген стандартты отведениелерді, стандартты әкетілімдерді қойып аламыз. Енді бұл адам ретінде қарастырайық достар. 3 адам, 3 жақтан бір объектіні жан-жақтан зерттеп тұр. Енді мысалы бір объектінің мына жағы 3 бұрыш болды деп есептейік. Ал мына жағы 4 бұрыш, мына жағы домалақ. Көрдіңіздер ғой, Енді екінші адам мына жақтағы 3 бұрышты көрмейді. Ол көре алмайды, өйткені оған недоступный ғой, Ал үшінші адам да тура сондай. Бір-бірінің несін көрмейді. Ал енді бірінші адам айтады, мен 3 бұрышты көріп тұрмын деп айтады. Ал екінші адам мен 4 бұрышты көріп тұрмын деп айтады. Ал үшінші адам домалақты көріп тұрмын деп айтады. Екігі да тура сондай. Енді үшінші отведениеде, мысалы өзгеріс болды делік, Мысалы мысық арқасы, тізшелерінің үлкейіп кетуі, тізшелерінің өте төмен кіріп кетуі деген сияқты, Енді ол не үшін болады? Ол егер сондай өзгеріс болса, үшінші отведениеде, өзгеріс болса, жүректің оң жағында бір проблема бар деген сөз. Жүректің осы жағында бір проблема, некроз деген сияқты. Оны только үшінші отведение ғана көре алады екен. Оны екінші отведение көре алмайды. Өйткені үшінші отведение ол жүректің осы аймағын ғана қарай алады екен. Жаңағы бір объектіні зерттеп тұрған 3 адамның мысалы ретінде қарастыруға болады екен. Біз осылай 12 отведениені алып аламыз. Міне қараймыз. Мысалы 2 ол жүректің барлық жағын қарайды. Жүректің алды болсын, арты болсын, ол 1 мен 3-тің қарай алатынын ол екінші отведение қарай алады екен. Бірінші отведение ол жүректің сол жағын, ал үшінші отведение жүректің сол жағын қарайды. AVF жүректің астын, AVL айтып тұр ғой, left, ағылшынша left, сол деп аударады қазақша, ол жүректің тоже сол жағын қарайды екен. AVR жүректің оң жағын, right деп тұр. Көрдіңіздер ғой, Енді бұл біздегі 3 стандартты, 3 күшейтілген отведение бойынша. Ал 6 кеуделік отведениеде, ол өзгеріс басқаша болады екен. V1, V2 жүректің сол жағын қарайды, V3, V4 жүректің ортасын, V5, V6 жүректің сол жағын қарайды. Қайтадан қайталайын. V1, V2 жүректің оң жағын, V3, V4 жүректің ортасын, V5, V6 жүректің сол жағын қарап береді екен. Егер жүректің сол жағында өзгеріс болса, только оны біз V5, V6-дан ғана көре аламыз. Ал V1, V2-де біз оны көре алмайды екенбіз. Жаңағы бір объектіні зерттеп тұрған 3 адамның мысалы ретінде қарастыруға тоже болады. Көрдіңіздер ғой, Осындай өзінің бір ерекшеліктері бар. Енді мен сіздерге вектор туралы айтып беретін болайын. Енді тізшелер қалай пайда болады? Міне, мына бізде екінші отведение. Екінші отведение ол жүректің барлық жерін қарайды. Сол үшін біз екінші отведениеге осы P кеурестіні салып көреміз. Өйткені екінші отведениеде ғана P кеуресті өте әдемі шығады. Ең бірінші синатриалды түйін импульсі жіберді. Осы кезде жүректің оң жағы және жүрекшенің сол жағы қозады. Жүрекшенің оң жағы, жүрекшенің сол жағы қозып бітті. Бұл өзі P тізшесімен көрініс береді. Бұл кезде жүрекше қозған кезде вектор синатриалды түйіннен AV түйінге қарай автоматты түрде вектор сызылады. Вектор осылай сызылды. Ал именно екінші отведение оған өте перпендикулярлы болып тұр. Көрдіңіздер ғой?
перпендикулярлы болып тұрғандықтан, осыған қарама-қарсы болғандықтан П тішесі плюс жаққа көтеріледі. Плюс жаққа П тішесі көтерілді. Бұны біз жүрекшелердің қозуын деп атаймыз. Келесі. Жүрекшелер қозып алғаннан кейін, енді бұны біз динамика, гемодинамика бойынша талқылайық. Жүрекшелер қозды, оң жағыда, сол жағыда. Жүрекшелер қозып біткеннен кейін клапандар ашылады да, жүрекшедегі қанның бәрін қарыншаға жібереді. Қарыншаға жібергеннен кейін, ол сәл демалып алуы керек. Енді еще жүрекшелер қозу пикында тұр. Енді олар ақырын демалып жатыр. Келесі фазаға дайындалып жатыр. Бұл кезде, енді PQ сегменті пайда болады. Өйткені бұл жерде біріншіден жүрекшелер қозу пикында тұр. Ол кезде екіге еш нәрсе жазбайды. Екіншіден, синатриал түйіннен АВ түйінге импульс барып алуы керек. Көрдіңіздер ғой? Сол кезде барып алды. Жаңа жүрекшелер қозып бітті. Енді импульс ары қарай кету керек. Осы кезде PQ сегменті изолиния ғана пайда болады. Көрдіңіздер ғой? Осыны біз айтамыз PQ сегменті. Келесі. Q тішесі қалай пайда болады енді? Q тішесі пайда болу үшін бізге енді вектор ауысу керек. Бұл жерде енді АВ түйінге жетіп алды, ары қарай болды, қарыншалар қозады. Қарыншалар қозу үшін бізге енді вектор керек. Енді бұл жерде тағы бір қарайтын мәселе, оң жақ қарыншаның осы жердегі перегородкасы бірінші қозып алады екен. Сондықтан вектор осыған қарай ауысады. Вектор осыған қарай ауысады. Ал енді екінші отведениені қараймыз, достар. Оған перпендикулярлы келіп тұрған жоқ. Көрдіңіздер ғой? Оған керісінше алыс болып тұр екінші отведение. Сол үшін екінші отведение осы Q тішесін төмен қарай істеп жібереді, изолиниядан төмен қарай түсіріп жібереді. Бұл векторға байланысты. Осылай Q тішесі пайда болды. Келесі, R тішесі қалай пайда болады? R тішесі енді ол былай кетеді. Оң жақ қарыншаның перегородкасы қозғаннан кейін бұл ары қарай қарыншалардың басқа аймақтары қозып бастайды. Басқа аймақтар қозып бастайды. Осы кезде ол вектор екінші отведениеге прямой перпендикулярлы орналасқандықтан R тішесі не болады? Изолиниядан жоғары плюсқа қарай кетеді. R тішесі плюске қарай кетеді. Ол векторға байланысты. Бұл векторлардың суретін саламыз, достар. Бұл векторлар ешқашан ауыспайды. Тек қана отведениенің түрлері ғана ауысады. Қазір мен сіздерге түсіндіріп беремін тағы да. Келесі. S тішесі қалай пайда болды? Енді қарыншаларда бізде перегородка қозды, қарыншалардың кейбір аймақтар қозды, бірақ тағы да қозып біткен жоқ. Енді бұл жақта Пуркини талшықтарындағы терең миокардтар қозған жоқ. Бұл кезде енді Пуркини талшықтарын білесіздер, кері орналасқан, кішкентай Пуркини талшықтарына импульс барып жатыр. Бұл кезде қозды, бірақ вектор қарама-қарсы кетті. Вектор қарама-қарсы кеткендіктен, екінші отведение S тішесін төмен қарай, изолиниядан төмен қарай салып жібереді екен. S тішесі. Сосын болды. Қарыншалар қозып бітті. Аортадан қанның бәрі шығып кетті. Сосын өкпелік сабауға да қан кетті. Енді жүрек бір демалу керек. Бұл кезде енді бір қайтадан импульс орнына келеді. Импульс орнына келеді да, ары қарай. Бұл жерден қарыншалар демалып жатыр. Мына жерде жүрекшелер демалып жатыр. Енді жалпы жүрек, миокард бір жақсылап демалуы керек. Келесі фазаға дайындалу үшін. Ол енді бізде Т тішесімен көрініс береді екен.
Жаңа айттым, мына жерде СТ-да, сосын ПQ-да жүрекшелер мен қарыншалар демалды. Ал енді жалпы демалуы керек. Бұл кезде енді былай кетеді, қараңыздар. Минус, 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 минус. Мына жақтар әлі қосып тұр. Плюс, вектор по-любому былай қарай кетеді. Міне. Көрдіңіздер ғой. Снаряд түйіннен бастап ақырын демалады. Импульс болды. Өндірмейді. Өйткені фазада тұр. Бүкіл қанның бәрі шығып кетті. Енді келесі фазаға дайындалу үшін тағы бір демалу керек қой. Енді минус болып жатыр. Бәрі минус болады да. Мына жақта ғана плюс қалып қойды. Енді вектор былай қарай кетіп тұр тағы. Сосын т-шесі оң болады екен. Т-шесі оң болды. Осылай жүрекше қарынша бәрі демалып, келесі фаза орын алды. Келесі фаза орын алғанда дәл осындай ПQRS пайда болады екен. Осылай бір цикл, бір қан айналғанын көрсетіп береді екен. Осындай бір механизмдері бар, достар. Көрдіңіздер ғой, иә? Бұл жерде вектордың бағытын ғана анықтау керек. Вектордың бағыты ешқашан өзгермейді. Тек қана өзгеретіні ол отведениелер ғана. Енді екінші отведениенің несін көрсеттім. Көрдіңіздер ғой, иә? Ол тура прямой орналасқандықтан ПQRS бұл жерде өте әдемі шығады. Өте әдемі шыққандықтан біз ең бірінші екінші отведениеге қарап, екігінің интерпретациясын бастаймыз. ЧСС-ті, сосын синусты, ритмді, вольтажды бәрін осы екінші отведениеден қарап аламыз. Енді қараймыз. Вектор, иә, былай қарай кетеді, сызып көрсетейін тағы, міне. Былай. Сосын R-тішелері, S-тішелері. Көрдіңіздер ғой, иә? Енді B1 мына жерде тұр. Ал импульстың бәрі былай кетіп жатыр. B1-де енді сәл өзгеріс болады. Мысалы, P-тішесі кішкентай ғана болады. Кішкентай ғана болады. Сосын, міне, сосын мына жақтағы S кішкене сәл биік болады бұл жерде. Төмен кетеді. Өйткені S именно, жоқ, Q-да айтып жатырмын, достар, Q-да. Q-тішесі. Бірінші P-ны көрсеттім ғой. P кішкене алыс жатыр. Ал енді V1 отведениесіне, иә, именно мына жақтағы Q-дің сегменті өте әдемі келіп тұрғандықтан Q өте тереңірек болады. Сосын барып R-тішелер ақырын естейді. Кішкентай ғана болады. Өйткені бұда алыс орналасқан. Осындай жаңағы B1-дегі екігінің тішелерінің өзгерісі осындай болады. Қазір мен сіздерге оның бәрін көрсетіп беретін боламын. Міне. Көрдіңіздер ғой. Бірде R-тішелері кішкентай. Екіде үлкен, үште төмен. Себебі ол именно R-тішесінің бағытына ғана байланысты. AVR. Енді AVR-ды бір көрсетіп жіберейін. Міне. AVR мына жақта орналасқандықтан артында жүректің оң жағын қарайды. Right. Ағылшынша right, оң деген мағынаны білдіреді. Енді AVR мына жақта тұр. Ал импульстың бәрі былай қарай, төмен қарай кетіп жатыр. Апекстің ұшына, жүректің апекстің ұшына қарай кетіп жатқандықтан бұл жерде уже AVR-де теріс тішелер пайда болады екен. Тура осындай, бірақ теріс. Өйткені AVR ол мына жақтағы AVR қалайтын аймаққа байланысты. Көрдіңіздер ғой? Ал именно мына векторлар өзгермейді. Осы отведениенің орналасу нүктесіне қарай ана өзгереді екен. Міне, AVR-да сол үшін не болады? Төмен қарай орналасқан. AVL-да тура осындай сәл түсініксіз болуы мүмкін. Келесі сабақтарды талдап, тағы да мен сіздерге түсіндіріп беремін. AVF-та да тура сондай. AVF астында, жүректің астында орналасқандықтан вектордың бәрі AVF-қа да өте әдемі келеді. Сосын AVF-та R-тішелері әдемі көрініс береді. Ал AVL-да міне, мынау сәл қате вариант. Мен сіздерге басқа екіге жіберемін. Сосын B1-де қараймыз. Міне, ақырын S-тішелері төмендей береді. Сосын R-тішелері ақырын жоғарылайды. Енді ол именно R-тішесінің векторына байланысты. Достар, осы видеоны асықпай бір-екі рет тағы да тыңдаймыз. Мен сіздерге
келесі сабақта екіге талдап жатып осының бәрін түсіндіріп беретін боламын.